Руслар Донецк вилетінде ерлешкен солидарны күтлеви шекілде ұжым етмеге азырланайды. 93-ші бригада аскерлері душманның планы керчеклешмесіне yol бермеді. Холодный Яр бригадасының истихбаратчылары ұжымге кечекжек душманның зырхлы техникада олған группаларыны көрген. Украина емайжелері бірінші ұжым башлатып, душманның бірчоқ техникави арбилеріні йоқ еткен. Енді яқын күнлерде ешгалжелер яңа ұжым башлатып болмаз. Рашистлер Бахмут ұжымыны тоқтатмай, бар күченен шиырны йоқ етелер. Украина емайжелері қаршылық көстеріп, Авдеевка, Нью-Йорк янында ось позицияларында қалмақталар. Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботи операторів мобільного зв'язку та інтернету. Загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях. Грабують музеї, спалюють українську літературу та підручники, що надруковані українською мовою. Рашистлер Ирандан алған дрон камикадзелеріні эффектив шекілде құланып оламағаны үшін Украина женебіне Иран инструкторлары келген. Милли қаршылық мерkezінде хабар еткенлеріне көре Ирандан келген инструкторлар ешғал етілген Қырымдан Шахид 136 дронларын ұшыра. Инструкторлар Чауда полигоны, Ислам Терекнан Арби аэродромы ве Тархан-Кут бурны янында болуна екен. Пивден оператив командалығында Херсон вилаетінде де талимлер базасы ерлешкенні білелер. Инструкторлар келмесіні руслар дронларыны эффектив қолланмағанымен бағлайлар. Украина арбилері Қырым тарафындан ұшырылған 157 дронны ұрып түшірген. Тек 37-сі кечіп базы бір об'єктлеріні ұрып олған. Тобто використання дронів не дуже ефективне, хоча вони, вочевидь, розраховували на інший ефект. Такі масовані удари, які вони почали завдавати зараз, останнім часом, там 5, 7, 9 одночасно запущених в одному напрямку дронів, це може свідчити про спробу підібрати іншу тактику для їх застосування, якої їх і, вочевидь, навчають ці інструктори. Херсонның ишгалжелер үкіметі Днепрның сақ тарафына кетішіні қапатты. Өзлерді Херсондан Днепрның сол тарафына қача. Вазиет кергін Санкедерсін Украина ордосы шеерні ракетави артиллерия тіртібатларынен ұжым етежек деп ишгалжелер цивил инсанларға бір авто девамында вилаетке чықмаға ясақ етті. Тек кечірмек яғытына алып кечмек мүмкіндір. Бұнен берабер ишгалжелер сакенлеріні мечбурен Днепрның сақ тарафындан сол тарафына көчіріп, Украина ордосы күтлеви шекілде Херсонны бомбалап, Херсоннан сақ ялысыны су бассын деп, Каховка гидроэлектрик станциясынан бентіні патлатажақ деп қорқыталар. Сакинлеріні паромларнен ялынан сол тарафына кешірелер, андан есе автобусларға отыртып, ишғал етілген Қырым ве Русияге алып чықалар. Ама ишғалжелер Каховка станциясынан бентіні патлатып, Украина ордосы яқынлашмасыны тоқтатмақ үшін интылуф япа біле. Ишғалжелер Украина үкіметіні эвелден қабатла башлады. Инсанларны есе да октябрінің башында чықара башлағанлар. Ерлі сакинлер автобуслар колоннасыны да бір автоевелсі көрген еді. Ишғалжелерінен ишбірлікшілер де шерны терк етті. Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Еще раз напоминаю. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Елкебелі ишгалжелерінің техникасы кечірілі. 500-ден зияде юк машинасы невбетте тұра. Айдайжылар паромнен құлланмақ үшін бір қач күнлеп өз невбетіні беклемеге мejбур. База айдайжылар Кереч көпірінде патлап олғанындан, екінші күнден берілі Кереч авалиманы территориясында невбетте тұра. Оларға ботқанен пирашки берелер. Ишгалжелерісе бір қач 100 инсанға, бір қач кенеф açылғанынен мақтана. Стою в Керчи на стоянке уже 6 суток. И выезда никак нет. Загружена сода 20 тонн. Вот. Нету рампы, которая, в общем, рентген, который просвечивает. И сколько стоять, никто ничего не знает. Вот. Все отталкивают, отпихивают, стоит и все.
Ичбір невбетсіз рус ишгалчыларының арбитехникасы паром кечтінен құллана. Рашистлерінің тимсалі олған ZVV арифлеріні япштырған айдайжылар эббір невбете тура. Я говорил со штаботом, я говорю, как по поводу рамок, как досмотр. Что? Да, слышал то, что человек подтвердил, 400 рублей в час, это записывается в очередь на число, и они едут, разгружают все фуры. То есть, чтобы пройти платный досмотр, нужно тоже отстоять очередь. Правильно? Да. То есть тут происходит просто бардак. Ишгалчылар bu айдайжыларға ишгал етілген Херсон, Запорижье ве Донецк вилаятлеріні кечіп, қара yolнен кетмеге тепсиеті. Амандан кетмеге істегенлерінің сайысы чоқты келдір. Краснодар вилаятында юк арабаларыны бір sıраға тызып, қара yolнен yolлап, қошма 400 литр яқарлық бере екенлер. Ишгалчылар бұл шымділік esas yol olacağını айта. Чүнки патлавдан зарар көрген Кереч көпіріні бақып тамерлемек керек. Қырым парламентынан ишгалчылар yol başçısı Константинов Рингенде ташылған мал корын месе, боле машиналар тек қара yolнен yollanылacağını айтты. Ама жебе Қырымға яқынлашқаны вақыт, bu не қадар телекесіз олғанını айтмай. Ама жебе Қырымға яқынлашқаны вақыт, bu не қадар телекелі олғанını айтмады.